Жиналамыз, жиналамыз. Алматы қаласы ерлерді емдеу орталығы эфирді жүргізіп отырған, осы орталықтың бас уролог маманы Лайла Алпысбайқызының эфиріне қош келдіңіздер. Тоқтамаймыз, лүпіл басамыз. Лүпіл басу телефонның ортасынан ұстап, лайк басып отырсаңыздар жеткілікті. Тұрақты 10-15 адамға дейін жиналамыз. Біз эфирімізді түбегейлі толықтай бастаймыз ағалар. Тоқтамаймыз, лүпіл басамыз. Жасы 18-ден асқан 80 жасқа дейінгі аға көкелерімізге арналған эфирге қош келдіңіздер. Тоқтамаймыз, лүпіл басамыз. Ал эфирімізді басайық, Мен кеше эфирге кірген болатынмын. Өте керемет эфир болды, Осы эфирде отырып қолдан келгенше диагноз қойдық. Оны қалай емдеуге болады, мен барлығын түсіндіріп айтқан болатынмын. Мен бірақ бір эфирді аяқтап шықсам, бір менің телефон номеріме өте көп кісілер сұрақ берген екен. Ләйла ханым, эфиріңіз керемет өтті, тағы бір эфир арнаңызшы. Сол эфирде отырып варикоцеле дегенне, ұрық сапа не үшін қалай төмен түсіп кетеді, оны дұрыс жолмен қалай көтеруге болады деген сияқты өте көп осындай сұрақтар маған берілген екен, Мен ол кісілерге уәде еткен болатынмын. Ағалары, көкелері, мен қазір кішкене шаршап қалдым. Давайте, қазір 6-дан өте менің қолым босайды. Сол кезінде эфирге шығып, сіздердің қойған бүкіл сұрақтарыңыздың барлығына жауап қайтарамын деп мен уәде еткен болатынмын. Сол үшін мен қазір эфирге шығып отырмын, ағалар. Ал біз эфирімізді бастаймыз. Қандай сұрақ беріңіздер? Простатит, Простата бұл жалпы қуық асты безінің қабынып ісінуі деп аталады. Енді осы простатитке тоқталамыз, Простатит бұл кез келген ер кісіде болады. Бұл қаннан шықпайды, УЗИдан шықпайды. Бар екенін бойдан қалай анықтайсыз? Мен қазір кішігірім 4 симптомын атайын. Ал сіз начинающий бойыңызда бар ма, жоқ па қадағалаңыз. Кеттік. Ең бірінші симптомы. Начинающий простатит бұл қаннан шықпайды, УЗИдан шықпайды. Бірінші симптомы бұл ұрық сапа. Ұрық сапа сізде туа бітті 0% болып дүниеге келген жоқсыз. Өзігінен ұрық сапаның төмен түсіп кетуін анықтадыңыз. Демек сіз біліңіз, сізде простатит бар. Осының салдарынан ұрық сапа төмен түсіп тұр. Түсінікті, Екінші симптомы бүйректің ауруы. Яғни бүйрек сізде туа бітті дерт жоқ, тұқымнан келген дерт жоқ, бүйректі жақын арада қатты соққыға ұрған жоқсыз, но бүйрегіңіз ауырады, демек сіз біліңіз, сізде простатит бар. Соның салдарынан бүйрек ауырып тұр. Түсінікті, Үшінші симптомы ол салқын сұйық ұрықтың бойдан шығып кетуі. Яғни тез бітіру, салқын сұйық ұрық сіздің бойыңыздан шығып тұрма, демек сізде қуық асты безінің қабынып ісінуі бар деген сөз. Төртінші симптом бұл белдің ауруы. Яғни ең соң құйымшақ. Кілт еткізіп сындырып алмағанша, ауыр көтеріп майыстырып алмағанша, бел бұл жайдан жай өзі ауырмау керек. Ең жақын орган не көріп отырсыз? Простатит. Мынаған қабынып ісіну келді ма? Бұл болды белгі береді. Екі аяқтан суық өтті, аталық безі сынды, начинающий простата келді ма, қуық болды өзіне алмайды. Бұл болды береді бүйрекке. Яғни бүйрегіңіз ауырама, сіз емдейсіз простатитті. Бүйректе құм, тұз, тас, инфекция, воспаление анықталды, сіз емдейсіз простатитті. Бел ауырама, сіз емдейсіз простатитті. Екі дерттен сіз түбегейлі таза айыға екенсіз. Түсінікті, Енді қараңыз, мен осы жоғарыда атаған 4 симптомнан сіз өзіңіздің бойыңызда начинающий простатаның бар екенін анықтайсыз. Анықтай отырып, бір тиын ақшаны ауаға шашпай отырған жерден сіз мынаны өзіңіз емдейсіз. Ал емдемедіңіз, бұдан кейінгі простатит болады, яғни хронический простата деген түріне ер кісілер асқындырып алып жатады. Ал енді хронический простатитке тоқталамыз. Қараңыз, хронический простата бұл жалпы түсінікті болсын, бірінші симптомын түсіндірем, Симптомы, мына бүйрек бұл жалпы адам баласының фильтрі деп аталайды. Фильтр. Бір кесе шай ішесіз, су ішесіз, Осы бүйректен қорытылып, зәріңіз қуыққа қарай келеді ғой. Яғни хронический простатиттің симптомы осы қуықтың ішіндегі зәрді сыртқа шығарам дегенше кіші дәрет сындыратын жер іздеу. Бірінші симптомы. Екінші симптомы арнайы тұрып түнде 2 рет, 3 рет дәретке шығу. Яғни хронический простатаның симптомы не екен? Сізді үнемі жиі кіші дәреттің мазалауы екен. Түсінікті, Бұл бір. Енді осыған тағы да тоқталайық. Хронический простатит бұл ер кісіге келеді ғой. Келгенімен қоймай, екі үлкен диагноз бірге қосып алып келеді. Хронический келді, сол сәттен бастап, сол уақыттан бастап. Бұл ер кісіге, мәселен, плюс гормональный сбой деген диагноз алып келеді. Гормональный сбой дегеніміз не? Оны былай түсіндірем. Мәселен,
адам баласы жалпы 40 жастан кейін өзімен өзі қан қою болады. Я? Дұрыс тамақтанбағандықтан, спортпен айналыспағандықтан, әйел демейміз, еркек демейміз. Яғни хронический простатит келді ма? Демек бұл кісіде двойной дозада қан қою деген сөз. Ол нені білдіреді? Гипертоник. Низкий, высокий артериальный давление бұл кісіде міндетті түрде қатар жүреді. Ол бір. Екіншіден, двойной дозада қан қою дегеніміз, мынау не? Бел. Осы бел аймақта қан қоюға дұрыс айналмайды. Сөйтеді тағы не істейді? Екі аяғына қарай дұрыс қан жүрмей қалады. Ал енді осы отырған кісілердің арасында үнемі екі аяқ мұздай болып тұратын кісілер бар ма? Плюс қойыңыздаршы. Немесе кімнің табаны от болып қызиды да жүреді. Немесе екі құйрық мұздай болып тұратын кісілер бар ма? Плюс қойыңыздаршы. Кімнің аяғы мұздайды, қызиды, терлейді. Не үшін? Себебі мына жерде қан қою. Көрдіңіз ба? Дұрыс айналмайды ғой. Сөйтіп екі аяғына қарай дұрыс қан жүрмей қалады. Содан аяқ мұздайды, қызиды, терлейді. Ол екі. Үшіншіден, двойной дозада қан қою дегеніміз, мынау не? Стояк. Бірінші төсек қатынасына әрең тұрады. Екінші төсек қатынасына миымен қалап тұрса да, мынау бар ғой, басын көтермей қалады. Оны медицинский тілмен былай атаймыз. Яғни, кімде хронический простата деген диагноз бар? Демек, бұл кісіде міндетті түрде потенция, либидон, тестостерон, эрекция 1%-ға төмен дейміз. Яғни, жалпақ сөзбен айтатын болсақ, кімде хронический простата деген диагноз бар? Демек, бұл кісіде плюс мүше әлсіз. Қараңыз, сізде мүшенің әлсіздігі бар ма? 200% кепілдік берем. Демек, сізде хронический простатит деген диагноз бар. Түсінікті, е? Бұл бірінші алып келетін диагноз. Енді екінші алып келетін диагнозын түсіндірем. Хронический простата келді ғой, е? Сол сәттен бастап, сол уақыттан бастап. Бұл ер кісіге, мәселен, плюс невралгия деген диагноз алып келеді. Невралгия дегеніміз не? Оны былай түсіндірем. Мәселен, біз алайық. Мынау ер кісі жасы 50 плюсте дейікші. Яғни 55, 65, 75 жаста, я? И так иммунитет төмен. Нарушение возрастной гормональный сбой бар мына ер кісіде. Және бұл кісіге келді хронический простатит. Мен жаңа айттым, хронический простатаның симптомы арнайы тұрып түнде 2 рет, 3 рет дәретке шығу дедім. Енді қараңыз, мына өзі 50-ден асқан кісі болса, түнгі сағат 2-де бір оянады, 3-те бір оянады, таңғы сағат 4-те бір оянады. Дұрыс па? Мына екі бүйрегінен қорытылып қуығына қарай зәр келді ғой. Осы қуықтың ішіндегі зәрді шығарам дейді. Өкінішке орай, ол кісіде хронический простатит аталықпен тастай ісініп тұр. Мына ісінген соншалықты дәрет каналын, ұрық каналын қысып тұр. Көрдіңіз ба? Воспалительный процесс. Мынаның ішіндегі зәрді шығарам дейді. Қараңыз, қысылып тұрып дәрет шығарам. Біріншіден бұл кісіде напор болмайды. Екіншіден, қатты қысылып шыққаннан кейін мүшенің басына ашыну симптом береді. Үшіншіден, как будто жарты кесе шайы ішінде қалып қойған сияқты ощущение береді. Бір сөзбен айтқанда қараңыз, мынау 50-ден асқан кісі түнде түнімен тұрып әжетхананы қарауылдау деген сөз мен сізге айтайын. Мына кісіге 5-ақ күн уақыт жеткілікті невралгия деген диагноз келеді екен. Түсінікті ма? Невралгия дегеніміз не? Бірінші очередь мына кісі ұйықтай алмайды, ұйқысыздық. Сірке су көтермеу, ашушаңдық. Мына жүрек тарсылдап кетеді. Бар тексереді ғой. Бірде-бір диагноз жоқ қой тап-таза. Алқымы қысады. Мына жері ауру мүмкін. Бар тексереді, бірде-бір диагноз жоқ тап-таза. Ол не? Нервоз. Адам баласы кем дегенде 7 сағаттан білмей ұйықтау керек. Сол кезде керемет гормондар бөлінеді. Ал ұйықтамадың ғой. Тем более 50-ден асқан кісіге мен сізге айтайын. 5-ақ күн уақыт жеткілікті невралгия деген диагноз келеді екен. Түсінікті ма? Ал енді осы хронический простатитке мен тағы да тоқталып, тағы да түсіндіргім келеді. Қараңыз, хронический простатитті бар ғой, біз бұны жалпақ тілмен былай атаймыз. Хронический простатит дейді, бұл жалпы хитрый болезнь. Не үшін? Себебі қыстың күні ғана қозады, көктемде обострение береді. Қай кезде қозады? Екі аяғыңыз қатты тоңған кезде, денеңіз жаураған кезде, немесе екі қолыңызды алып мұздай суға салыңызшы. Біткен жеріңіз сол ғой. Негізі қараңыз, мына екі бүйректен қорытылып қуыққа қарай зәр келу керек қой. Хронический простатитте мына бүйректен қорытылып келіп тұрған зәр жоқ.
мынау аталық без сізде аса қатты мөлшерде ісініп тұр ғой, көрдіңіз ба? Екі аяғыңыз тоңды ма, денеңіз жаурады ма? Мынау аталық безден қуыққа қарай 24/7 сөл бөледі. Капля, тамшы. Мына қуықтың іші сіз қазір отырғанның өзі влажный, ылғал болып тұр. Осы ощущениені біз айтамыз. Хронический простатит хитрый болезнь. Қыстың күні ғана қозады, көктемде обострение береді дейміз. Түсінікті, иә? Түсіндіре алдым ба? Ал енді былай жасайық. Мынау еркісі мәселен қатты кіші дәретпен қиналады. Сосын не істейді? Больницаға барады. Қан, УЗИ, тестостерон, МРТ полный анализ тапсырады. Сосын қолына қорытынды қағаз береді. Не дейді? Пәленбай дейді. Сіздегі диагноз хронический простатит дейді. Оны кім берді? Медицина. Қай сала? Урология. Енді сіз былай жасаңыз. Хронический простатит деген сөзді ғана алыңыз да, жалпақ тілмен қазақшаға аударыңыздаршы. Не деген сөз? Хронический. Қазақшасы. Яғни созылмалы. Көрдіңіз ба? Қайталана беретін простатит. Оны сізге медицина айтып тұр ғой, дейді, ағау дейді да, біз сізді жақсылап тексердік дейді. Сіздегі простатит ол хронический. Айтып тұр ғой, келесі қыстың күні дейді, қайталанатын простата екен деп мына кісіге айтып тұр. Сонда қазіргі таңда ер кісілердің қателігі неде? Өзіне хронический простатит деген диагноз қойылғанын біле отыра, әрі қарай медицинаға жүгіну ғой. Қалай емдейді? Укол, система, дәрі-дәрмек просанол, құйрықтан салатын свеча. Кетті, жаңа қорғаның ыстық балшығы. Минеральный су курорт Сарыағашта жүр ғой. Не істеп жатсыздар? Мен сізге айтайын. Мынау хронический простатитті бар ғой, әлі күнге дейін укол, система, дәрі-дәрмекпен емдеп жүрген кісі болса, аға, сіз бұны емдеп жатқан жоқсыз. Сіз бұны жай ғана әрі қарай қатты ісініп кетпеуін, әрі қарай қатты асқынып кетпеуін ғана сіз қамтамасыз етіп отырсыз, біріншіден. Екіншіден, бауырыңызды аса қатты мөлшерде шіртіп жатырсыз. Болды. Әрі кетсе 3 жыл, 4 жыл. Хронический простатит бар ғой, бұл никогда химикатқа емделмейді. Мынау аталық без ақырын ісініп келеді тағына, мынау ісінген соншалықты артта нәзік тік тоқшек деген болады. Мына ісіп, осы шекті келіп итер жібереді. Сөйтеді не істейді? Арттан геморройды шығарып жібереді. Ал енді осы отырған кісілердің арасында геморроймен страдать ететін кісілер бар ма? Плюс қойыңыздар, кімде геморрой бар? Әйелдерге айтпаймын, еркектерге айтам. Мен жаңа былай айттым. Хронический простатит бұл хитрый болезнь дедім, е? Қыстың күні ғана қозады, көктемде обострение береді дедім. Геморрой, мен сізге айтайын, хитрый болезні. Ол постоянно болмайды. Бір жылда 2-ақ рет болады, немесе бір жылда 3-ақ рет болады. Бір ет шығып мүмкін, немесе үлкен дәреттен қан араласып шығады. Осындай геморрой кімде бар? Плюс қойыңыздаршы. Оны мен сізге былай түсіндірейін, қараңыз. Егерде сізді именно қыста көктемде ғана мазалайтын жекші дәрет болатын болса, онымен қатар жылына 2 рет шығатын геморрой болатын болса, бұл диагнозды біз атаймыз острый хронический простатит дейміз. Яғни простатаның ең асқынған түрі. Острыйдан кейін уже простатит деген әңгімеде диагнозда жоқ, бітті. Не үшін? Себебі острый хронический простатаның алдында сізге начинающий хронический простатит келді. Сіз бұнымен дұрыс емделген жоқсыз. Екі үлкен қателік жіберіп алдыңыз. Бірінші ең үлкен қателігіңіз, сіз бұны қақаған қыстың күні химикатпен емдедіңіз. Есе болсын, простатит деген дертті никогда қыста емдемейміз. Себебі сіз бұның қалыптасуына уақыт берген жоқсыз ғой. Екі аяқтан соқты өткіздіңіз, келесі қыстың күні бұл сізде қайталанды. Көрдіңіз ба? Екінші ең үлкен қателік, сіз бұны химикатпен емдедіңіз. Яғни укол, система, свечамен, дәрі-дәрмек, химикатпен. Мен айттым, хронический простатит бұл тастай болады. Тастай болған соншалықты бұған химикаттың күші жетпейді дедім, я? Демек сізде қараңыз, әлі күнге дейін екі аяғыңыздан өткен суыңыз бар, дұрыс па? Буын, бойда, бүйректе 40 жылдық сүйегіңізде суық бар. Простатит бар ма? 200% кепілдік берем. Мына бүйрегіңізде құм бар, немесе мына бүйрегіңізде тұз бар. Себебі бүйрек простатит екеуін жалғап тұрған канал тығыз связанный орган. Және де двойной дозада қан қою. Жасыңыз 40-тан асты ма, 40-тан кейін и так сізде қан қою болған. Айтып отырған мынау ғой, қараңыз. Аталық безе ақырын ісініп келеді тағыны, арттағы нәзік тік тоқшектеп отқан мынау. Мына ісінген соншалықты, о шекті итер жібереді. Сөйтеді не істейді? Арттан бір етті шығарып жібереді. Көрдіңіз ба? Геморрой қалай шығып жатыр? Немесе, мынау ісініп келеді да, мына жерге ірің бөледі.
мынау ірің 6 ай 7 ай тұрып тасқа айналады ғой. Мынау тас мына тік тоқшекті жыртады, яғни трещина тік тоқшекке береді. Сол кезде бұл еріксіден үлкен дәрет кезінен артынан қан араласып шығады. Біз мынаны айтамыз: острый хронический простатит. Егерде аға қараңыз, сіз қазір ойлап отырсаңыз, қап мына әйел менің бойымда болып жатқан нәрсені айтып отыр ғой десеңіз, сізде жылына 2 рет шығатын геморрой, мазалайтын жекші дәрет болса, аға сіз біліңіз, бұл уже сигнал деген сөз, сигнал. Неге? Себебі іште ірің бар. Ары кетсе 3 жыл, 4 жыл бір ірің түсті ма, ол уже қоймайды. Мына ірің ақыры мына үстін басады. 4 қыс дейікші. 4 қыстан кейін бәрібір бұл еріксіге алып келеді. Қандай? Аденома деген простатит. Ал енді аденомаға тоқталайық. Аденома простата дегеніміз не? Бір сөзбен айтсақ, бұл рак. Рак қой. 2 топқа бөлінеді. Мынау доброкачественный аденома, мынау злокачественный аденома. Ағалар, біз мынаны аламыз, операция. Құны 2,5 миллион теңге тұрады. 70 жасқа дейінгі кісінікін аламыз. 70-тен кейін ол кісі наркоз, укол, обезбольши деген нәрсені көтере алмайды. Мына жаңа шланг тығылады да үйіне қарай күтілімге жіберіледі. Мынаны алмасақ болмайды, өте қауіпті дейді. Не үшін? Себебі қараңыз, мынау еріксінің бірінші жүрегі. Оны білесіз, е? Мынау еріксінің екінші жүрек дейді. Осы ұмытпаңыздар, мынау соғатын жүрек. Мынау ірің, бұл тұрып тасқа айналады. Мына жүрек бар ғой, оны көтере алмайды. Соғып тұрады, не істейді? Жарылып кетеді. Ана ұйқы безі дейміз, бауыр дейміз, миға дейін ірің тарқап кету қауіптілігі бар. Сол үшін мынаның атын алғанда бір сөзбен қойып қойған ғой, рак дейді. Добра, зла, екеуі де аденома простатит. Ағалар, сөзің шыны керек. Мен осы эфирге үндеу ретінде шығып отырмын. Мынау аденома қазір өте белсең тарап жатырған аурудың бірі. Сол үшін мынаның алдын алайықшы. Біз мына емдейміз. Доброкачественный енді басталып келе жатқан аденома. Мынау емделмейді. Бір алғызған кісі бұны қысымен алғызып тұру керек, оны білесіз. Сосын мынаны емдейміз. Острый хронический простатит. Жылына 2 рет шығатын геморрой, қыста көктемде ғана мазалайтын жекші дәрет. Жаңа айттым ғой, іште ірің бар тұрын. Осын таза емдейміз. Сосын мынаны емдейміз. Хитрый болезнь. Қыстың күні ғана қозатын, көктемде обострение беретін хронический простатитті емдейміз. Және мен сізге айтып отырған 90% еркісілердің бәрінде болатын начинающий простатитті емдейміз. Аға, мен сізге былай айтайын, қараңыз. Мына бір еркісі бар ғой, бір адамды простатитін өмірінде бір-ақ рет емдейміз. Сізді де соған шақырам. Не только простатит, қандай да бір ауру келді ма, түбегейлі емдегіңіз келе ма, бұны емдемес бұрын бұл ауруды бірінші алыңызда зерттеңіз. Қай кезде, не үшін, қалай пайда болды? Зерттеп барып, ауруды басынан бастап тұрып емдеңіз. Сол кезде сіз қандай ауру болса да түбегейлі жеңесіз. Ал енді кеттік зерттейміз. Простатит бұл өз сізде қай кезде, не үшін, қалай пайда болды? Демек, сізде 2 аяғыңыздан өткен суғыңыз бар, дұрыс па? Буын бойда бүйректе 40 жылдық сүйектесуік бар. Демек, сіз простатитті дұрыс әрі таза емдеу үшін ең бірінші осы 40 жылдық сүйектесуікті бар ғой, бойдан айдап шығару қажетсіз. Екінші, простатит бар ма, 200% кепілдік берем. Мына бүйрегіңізде құм бар, немесе мына бүйрегіңізде тұз бар. Себебі бүйрек простатит екеуін жалғап тұрған канал тығыз связанный орган. Демек, екінші, 2 бүйрегіңізді тазарту қажетсіз. Үшінші, простатит келген күннен бастап қан қою. Жасыңыз 40-тан асты ма, 40-тан кейін итак сізде қан қою болған. Демек, үшінші, қаныңызды сұйылту қажетсіз. Төртінші, әлде де мына жерге тимейміз. Себебі мынау тастай болады. Тастай болған соншалықты кейбір еркісі қоқта барып өзеға түсіргенде датаво қоқта киста бар деп шығарып береді. Сол үшін хронический простатитке химикаттың күші жетпейді. Демек, төртінші, мына емдеу үшін массаж жасаймыз. Массаж деген, ол бірақ сіздер ойлап қалмаңыздар, мен мына массажды айтып тұрған жоқпын. Мынаны алмаңыздар. Мынаны 2 жыл болды. Урология саласынан мүлдем алып тастадық. Біріншіден, түбегейлі емі бұл емес. Екіншіден, бұл еркекке дін жолынан дұрыс емес. Үшіншіден, мынаны алдым ғой, на всю жизнь сізде мүше әлсіз болады. Сол үшін массаж алу керек, бірақ мынаны емес. Массаж деген бар ғой, ол сырттан аласыз, сырттан. Аталық без сыртынан жұмсартып тұрып барып, түбегейлі жойып тұрып емдеу. Ағалар, біз простатитті дәл осылайынан емдейміз. Мен жаңа айттым, простатитті дұрыс әрі таза емдеу үшін
ең бірінші сүйектегі суықты бойдан айдап шығару керек дедім. Сүйектегі суықты шығармай простатит емдеймін деп ойламаңыз. Екі аяқтан суық өткен сайын бұл сізде қыстақ қысымен қабынып ісіне береді. Простатит емдеймін деп құр босқа бауырды шіртесіз. Ал енді сүйектегі суықты қалай шығарамыз? Бірде-бір химия, укол, система, дәрі-дәрмек, басқа сүйектегі суықты никогда шығармайды. Тек қана табиғи жолмен шығарамыз. Табиғи жолмен. Қалай дейсіз ғой аға? Міне, мынаумен шығарамыз. Қараңыздаршы, бисмилля. Ашып көрсетейін. Мынау не десеңіз, қараңыз. Қоп-қоңыр, қою. Мынау 4 түрлі медицинский бальзам. Мынаны бар ғой, сіз жатар алдын түнгі сағат 10-да 100 грамм қайнаған суға бір қасық бальзамды езіп ішесіз. Сөйтесіз дағыны төсектің астына кіріп жатасыз. Мынаның атқаратын қызметі бар ғой, қараңыз. Ішкен сәттен бастап, мынау екі құлағыңыздың ұшынан бастап тұрып денеңізді аяғыңыздың ұшына дейін қыздырады. Қыздырғанда бар ғой, до того шыдайсыз, денеңізді аштып тұрып қыздырады. Ішесіз да, төсектің астына кіріп, былқылдап тұрып, шұқылдап тұрып, төсектің астында жатуыңыз керексіз. Атқаратын қызметі екі аяғыңыздан өткен, буындағы, бойдағы, бүйректегі 40 жылдық сүйектегі соқты бар ғой, жарып тұрып шығарады. Ағалар, бір сөзбен айтқанда, біз қоғасты безінің ісігін мынау бальзаммен емдейміз. Шарттылығы, арнайы тұрып түнде 2 рет құрғақ киім ауыстырасыз. Мынаны ішіп тұрып, далаға, тойға, ночқа шығып кетуге болмайды. Простатиттің үстіне ауру қосып аласыз. Себебі 40 жылдық сүйектегі суықты жарғанда бар ғой, асамның қай жеріңізде суық бар? Екі шаттың ортасынан, көкірек тұсынан, арқадан майлы тер шығарады. Сол теріңіз сүртіп, төсектің астында былқылдап, шылқылдап тұрып, терлеп жатуыңыз керек. Түсінікті, түсіндіре алдым ғой. Сосын қараңыз, анау ішінде қып-қызыл дәнді көрдіңіз ба? Дәрі сияқты. Бұл не десеңіз, бұл алақат. Алақат деген, 19 жылда бір-ақ рет тамырлайтын шөп тамыр. Мына банкының ішінен күнделікті бір штугын алып жеп отырасыз. Атқаратын қызметі. Бүйректе тұз бар ма? Таңертең тұрып, әппақ қып көпірштіп тұрып зәрмен айдап шығарасыз. Тұзыңызды айдайды, қорықпаңыз. Бүйрегіңізде құм бар ма? Қып-қызыл қою қып зәрмен шығарасыз. Құмыңызды айдайды. Бүйрегіңізде тас бар ма? Ол кезде шыдаңыз. Екі бүйрегіңіз қозғайды. Себебі мынау таза табиғи өніммен емделетін болсаңыз, қай жеріңізде дерт бар? Сол жеріңізді қозғап тұрып, заодно түбегейлі таза емдейді. Ал химикатпен емделсеңіз, бауырыңызды шіртіп тұрып, обезболить етіп тұрып, простатитіңізді 10 күнге емдеп беретін еді. Дұрыс қой? Сол үшін анау алақаттың күнделікті бір штугын алып жеп отырасыз. Қасыққа 2-3 түсіп кетуге болмайды. Өтте бүйректе тас болса, қатты қозғап жіберу мүмкін. Түсінікті, Мынау бүйректегі тасыңызды бар ғой, құмға айналдырып отырып, зәрмен шығарғаныңызды көзбен көресіз. Сосын қараңыз, анау банкының тұсында майда-майда шөп тамырды көрдіңіз ба? Бұл не десеңіз, бұл женьшень. Женьшень деген, мынау біздің қазақтар бірақ сөзбен айтқан ғой, женьшень деген не деген десе, адамның өмірін ұзартатын шөп тамыр деген. Атқаратын қызметі, қандағы тромб, лейкоцит, холестериннің барлығын бойыңыздан тазалайды. Білесіз, қанның тазалығы жүрек қызметіңіз жақсарады деген сөз. Екі аяғыңыз мұздайды, қызиды, терлейді, қан келмей тұр ғой. Міне, женьшенді ішесіз, қаныңыз сұйылып, екі аяғыңызға қарай қан жүріп, екі аяғыңыз жылиды. Мына мүше, стояк, 2-3-ке бас көтермей ма? Мүшенің бас көтеруі сіз біліңіз. Ол 90% қан тамырға байланысты. Қан сұйық болу керек. Одан кейін мүшеге қарай қан келеді. Мүше 2-3-ке бас көтереді. Міне, женьшенді ішесіз. Және құрамына пинта элементін қостық. Пинта дегеніміз не? Оны былай түсіндірем. Қараңыз, бұғы деген жануарды білесіз, олень дейді. Қараңыздар, бір еркек бұғы дейді. Өзінің сезонында 200 ұрғашы бұғыны, бірақ өзі жүкті қылатын күш қуатқа ие жануар. Енді қараңыз, осы бұғының мүйізі болады. Мүйізінен алынған капля ғана қан болады, білсеңіздер. Оны да қоспадық. Себебі бұл КМДБ халал. Ол қанды алдық, кептірдік, әбден тазарттық. Ол 300 еселенді ғой, 300 дозаланды. Сосын барынаған салдық. Атқаратын қызметі, мынау сіздегі ұрығыңыздағы инфекция, шлак, бактерияны салқын сұйық ұрығыңызбен бойыңыздан айдайды. Шарттылығы, мынаны ішкен күннен бастап 5 күн мүше қаппен боласыз.
Ол қызыл кіреш шарттылық. Себебі әйел адамның жатыры ыстық әрі таза болады. Ол кісіге өткізіп алмау керек. Түсінікті, е? Мынаны бар ғой, ішкен күннен бастап, мынау түнгі аламанға деген құштарлық, сұмдық қатты болады. Соғырын болу керексіз. Мен білмеймін, сіздің ағзаңызда қаншалықты инфекция, шлак, бактерия бар. Ағзаңыз әбден тазарады, одан кейін құштарлық басылады. Но түнгі аламанға түскен кезде, жас кезде қандай болдыңыз? Бір жатқанда 2, 3, 4-ке дейін күш қуатыңыз жетті, е? Сол күш қуатыңыз өзіңізге қайтып келетін болады. Және құрамына сіңір қостық. Сіңір дегеніміз жаңа айттым. Бір еркек бұғы өзінің сезонында 200 ұрғашы бұғыны бір күнде жүкті қылады дедім. Енді қараңыз, осы бұғының мүшесі болады. Мүшесінен алынған шыбыты деген орган бар. Шыбыты дегеніміз, ол мынау адамның сүйегінен жұмсақ болады. Сіңірінен қатты органы ғой. Атқаратын қызметі, мынау ішке қарай кіріп тұрған мүшені өзінің қалпына қайта алып келеді. Өсіру деген ұғым жоқ. Мәселен, сізде 16-17 жасыңызда бойыңызға, денеңізге, денсаулыққа сай мүше қандай болды? Простатитке келіп алый. Артық салмақ қостыңыз, ішке қарай кіріп тұрған сияқты. Өмірлік қанша стресс алдыңыз, кішірейіп қалған сияқты, е? Соны қайтып қалпына әкелетін сіңір қостық. Но қызығына тоймай қайта-қайта іше беретін дүние емес. Жатар алдын дозадан асырмай күнделікті бірақ қасық ішесіз. Ато мүшеңізді қатты ісіріп жіберу мүмкін. Түсінікті, е? Сіз мені түсіндіңіз. Және мынау простатитті аталық безіне дейін жойып тұрып емдейтін дискарея алтын тамыр деген шөп тамыр қостық. Ағалар, бір сөзбен айтқанда, біз простатитті мынаумен емдейміз. Өмірлік доза бір-ақ рет ішесіз. Қайта-қайта алып іше беретін дүние емес. Мен жаңа айттым, біз простатитті емдейміз. Емдеу үшін массаж керек. Бірақ мынандай массаж болмайды. Неге екенін түсіндірдім, е? Сырттан дедім. Сол үшін қасына мынау қосылып жүреді. Бұл не десеңіз, бұл автоертоқым массажер аппараты дейді. Заманауи жайдағат дейді. Бұның пайдасы мынандай. Суткасына жарты сағат 40 минут отырасыз. 2 жұмыртқаңыз бар ғой, сығып тұрып массажыңызды жасағанда сіздің сезімталдығыңыз оятады. Бел аймағыңыздың қан айналымы реттейді. 2 аяғыңызға қарай қан келеді. Мынау 2 сан бар ғой, 2 санның бұлшық етін күшейтеді. Санның күштілігі сіз біліңіз, ол простатиттің мықтылығы. Мінекей, мынада 7 күн отырасыз, аталық безіңізді жұмсартады. Түнгі сағат 10-да келтінан ішесіз ғой. Простатитті өмірлік доза жойып тұрып емдейсіздер. Ағалар, біз простатитті дәл осылайынан емдейміз. Түсінікті болсын, бұл ер қуаты бальзамы. Мен кеше осы бальзамды дәл осы эфирде отырып 7000 адамға таратып бердім, е? Бір тиын ақшаларын алған жоқпын. Сіздер де бүгін солай аласыздар. Кешегі алған 7000 кісі, осы жерде отырсаңыздар, қараңыздар, барлықтарыңызға салдық. Енді сіздерге жеткенде, Құдай қаласа, 1499-дан сообщение келеді. Ең жақын почталарыңыздан аласыздар. Мынау алған 7000 кісі сияқты, сіздер де бүгін бір тиын ақша төлемей аласыз. Мұқият тыңдаңыз. Мынаны аласыз, е? Қасына бірнеше сыйлық қосамыз. Есігіңізге дейін жеткіземіз. Ішесіз, емделесіз. Құдай қаласа, аталық бездің түбегейлі жойылып тұрып емделгенін көзіңізбен көресіз ғой. Одан кейін барып төлемін төлейсіздер. Бірінші төлем февраль айының 30 күні басталады. Төлегенде де теңге деп айтпаймын. Былай айтайықшы, мынау қалтаңыздан түсіп қалатын тиындап, еще бірнеше жылдың ішінде төлеп берсеңіз болды. Түсіндірейін, не үшін кеше ер қуат өнімін 7000 адамға тараттық. Күні кеше ер қуат өнімінің нарыққа шығуына 6 жыл уақыт болды. Мен соның құрметіне халал жол мерекесін ұйымдастырған болатынмын. Халал жол дегеніміз не? Оны бір түсіндірейін, е? Мынаны оқыңыздар. Мынау не? Сертификат, ezger дейді. Ezger дегеніміз не? Сіз не ішейін деп жатсыз? Дәрі. Қай жерден дейді? Белден төмен жақты, яғни урология сала. Демек, ezger дегеніміз, қараңыз, 600 урология кепілдік берген мөріменен, көрдіңіз ба? Ол мөр банкының сыртында да болады, және коробканың сыртында да болады. Ағалар, ezger бұл нарық бойынша біреу ғана. Қазақстан бойынша біреу ғана. Ол берілген тек қана ер қуаты өніміне. Яғни, сіз бүгін Алматы уақытысы түнгі сағат 12-ге дейін осы ezger сертификатының, яғни ер қуаты өнімінің нарыққа шығуына 6 жыл уақыт болды. Соның құрметіне ұйымдастырылып жатырған халал жолмен аласыз. Халал жол бүгін бір тиын ақша төлемейсіз. Бірнеше жылға қарызға аласыз. Бірнеше сыйлығыменен
қай мемлекет, ауыл, аймақ болса да есіктен есікке дейін жеткізіліп беруменен аласыздар. Ішіп, емделіп болғаннан кейін барып, тиындап отырып, еще бірнеше жылдың ішінде төлемін төлеп берсеңіз болды. Халал жол деген осы. Керемет, иә? Сол үшін мен мұқият тыңдаңыз. Мынау телефон, иә? Мынау телефонның астында комментария жазылатын жер бар. Соның төбесіне мен закрепке номер қойып отырмын. Ағалар, көрініп тұр ма сіздерге? 8 707 417 21 76. Закрепте номер тұр, иә? 8 707 417 21 76. Сіз қазір осы закрептегі номерді басқа телефонмен суретке түсіріп алыңыз. А то мені жоғалтып алуыңыз мүмкін. Немесе жақсылап қағаз ручкаға жазып алыңыз да, дәл осы номерге қазір маған WhatsAppқа жазыңыз. Мен сізге 3-4 сұрақ бере отырып, сіз толықтай емделіп шығатын дозаңызды тағайындап беремін. Мен өзім таныстырмаппын ғой. Мен эфирді жүргізіп отырған Ләйла Алпысбай, осы ер қуаты өнімінің основателі. Өзім шығып сөйлеп отырмын. Ерлерді емдеу орталығының бас уролог маманы өзім шығып сөйлеп отырмын. Қараңыз, Instagram парақша Ләйла Алпысбай. Сол парақшаға кірсеңіз, біздің орталықты көресіз. Пациентті қалай қабылдаймыз, ол кісілермен қалай жұмыс жасаймыз, живой отзыв, мынаның сайты тіркелген, сілтеме арқылы көре аласыздар. Тағы да қайталайын, Instagram парақша Ләйла Алпысбай. Ағалар, қараңыздаршы, мен қазір осы отырғанда сөздің шыны керек. Бір ғана телефонмен отырған жоқпын. Менің төбемде бірнеше телефондар қарап тұр. Айтқым келгені, мен мынау қаншама халықты жинап алып, өтірікті бөсіп отыратын менің де басым екеу емес. Мен жаңа айттым ғой, Эзгер бірінші күні ішкен кезде кіші дәретті сап деді. Сап деді. Ішкен кісілер міндетті түрде маған таңертең звондайды. Ләйла ханым, мен ананы алып ішіп көрдім, мынаны алып ішіп көрдім, анағанда бардым, нағанда бардым. Мен простатитін ешкім емдеген жоқ. Сізге үлкен рахмет. Мен бүгін түнде дәрет сындыруға оянған жоқпын деп маған айтып жатады. Мен ол кісіге керісінше ұрсам ғой. Аға деймін, сіз қуанбаңыз. Мен айттым ғой, мынау біреу емес, екеу емес, 4 түрлі бальзам денені қыздыратын. Денені қыздырып, мынау 40 жылдық сүйектегі суықты жарғанда, мынау қысылып тұрған ұрық каналмен дәрет каналыңызды ашады. Сол кезде напормен дәретке шыға бересіз. Бірақ мынау жойылды деген сөз емес. Бір айын бердің ба, аға, бір айын ішіңізші. 2 айын бердің ба, 2 айын ішіңіз деп мен осылайынан ұрсып жатам. Айтқым келген ағалар, сіз бүгін өнімнің өндіріліп тұрған орталығынан, основательдің қолынан, оригинал түрінен 6 жылда бір келетін мерекеменен аласыздар. Бірнеше жылға қарызға, бірнеше сыйлық есіңізден есіңізге дейін жеткізіліп беруменен аласыздар. Керемет, иә? Сол үшін мен мынау закрепке номер қойып отырмын. 8 707 417 21 76. Дәл осы номерді қазір суретке түсіріп алыңыз, немесе жақсылап қағаз ручкаға жазып алыңыз да, осы WhatsApp-ма маған қарай қазір жазыңыздаршы. Осы номерге WhatsApp-қа жазамыз. 8 707 417 21 76 суретке түсіріп алыңыз, қағаз ручкаға жазып алыңыз, сосын маған қарай WhatsApp-қа қарай өтеміз ағалар. Жақында кірген кісілер, мен қайталайын. Біз простатитті дұрыс емдейміз, таза емдейміз. Простатаны дұрыс емдеу деген қақаған қыстың күні химикат укол дәрімнан емдемейді. Ол 2 аяқтан соғы өтсе қыста қысымен қайталана береді. Простатит қай кезде дұрыс емделеді? Сізде бойда болмақ, бүйректе болмақ, сүйегіңізде суық болмау керек. Сүйекте суық болса, аяқтан суық өтті бітті қыста қысымен қайталана береді. Қараңыз. Мынау неге қоңыр? Бұл 4 түрлі медицинский бальзам денені қыздырады. Атқаратын қызметі аяқтан өткен бойдағы бүйректегі 40 жылдық сүйектегі суықты жарып тұрып шығарады. Жатар алдын ішесіз, денеңізді қыздырады. Асамның қай жеріңізде суық бар? 2 шаттың ортасынан, көкірек тұсынан арқадан майлы тер шығарады. Сол теріңіз сүртіп, төсектің астында былқылдап, шылқылдап тұрып, терлеп жатуыңыз керек. Шарттылығы арнайы тұрып түнде 2 рет құрғақ киім ауыстырасыз. Және қараңыз, біз простатитті дұрыс емдейміз. Простата қай кезде дұрыс емделеді? Оны былай түсіндірейін. Қазіргі таңда ер кісінің қателігі де? Ойбай, менде простатит бар дейді да, мынаның химикатпен қыстың күні ісігін кетіреді. Бүйректе шаруасы жоқ. Простатит емдеу үшін бірінші, бүйректі де қосып тұрып емдеу керек. Сол кезде мына жерден результат шығады. Себебі бүйрек простатит екеуін жалғап тұрған канал тығыз связанный орган. Түсінікті, иә? Қараңыз, анау қызыл дән бұл алақат. Атқаратын қызметі бүйректе құм бар ма, қып-қызыл қою қып зәрмен айдап шығарады. Тұз бар ма, әппақ қып көпіршітіп тұрып зәрмен айдап шығарады. Тас бар ма, тасыңызды құмға айналдырып отырып зәрмен шығарғанды көзбен көресіз. Және қараңыз,
біз простатитті дұрыс емдейміз. Простата қай кезде дұрыс емделеді? Сізде қан қою болмау керек. Қан қою болса да, аяқтан су өтсе қайталана береді. Қараңыз, анау майда-майда шөп тамыр, бұл жеңшин. Атқаратын қызметі қандағы тромб, лейкоцит, холестериннен арылтады. Білесіз, қанның тазалығы жүрек қызметіңіз жақсарады деген сөз. Екі аяғыңыз мұздай болып тұр ма? Немесе от болып қызый ма? Екі құйрығыңыз мұздай ма? Сізде бел аймақта қан айналым дұрыс емес, 200% сізде простатит бар. Мәне женшинді ішесіз, қаныңыз сұйылып, екі аяғыңызға қарай қан жүріп, екі аяғыңыз жылайды. Мына мүше 2-ге 3-ге бас көтермей ма? Мүшенің бас көтеруі, сіз біліңіз, ол да 90% қан тамырға байланысты. Қан сұйық болу керек. Одан кейін мүшеге қарай қан келеді, мүше 2-ге 3-ге бас көтереді. Мәне женшинді ішесіз. Және 21 түрі шөп тамыр простатитті аталық безіне деген жойып тұрып емдейді. Пинта элементі ұрығыңыз тазалайды. Сіңір ішкен сәттен бастап ішке қарай кіріп тұрған мүшені өзінің қалпына қайталып келеді. Демек, ағалар, қараңыз, простатитті дұрыс емдеу деген ауру неден пайда болды? Басынан бастап тұрып емдейсіз. Екіншіден, есіңізде болсын, организмнің барлығы тығыз связанный орган, бәрін бірге қосып тұрып емдейсіз. Үшіншіден, мені мынаумен емдейсіз. Яғни табиғи жолмен. Мен айтқандай, дәл осылайынан, сіз простатит емдеңізші. Простата не только қыста қысымен, 18 жылсыз сізде қайталанбайды, аға. Осын біліңіз. Бұлай айтып отырғаным, простатит сізде қай кезде пайда болды? Мұқият тыңдаңыздаршы. Қараңыз, бала күндік аяқтан өткен суықтың дейді, 18 жастан кейін аталық бездің қабынып ісінуі. Яғни, сіз Қазақстанда тұрасыз, қыс болатын өңірде тұрасыз. Екі аяқпен қарды бастыңыз ба, простатит сізде бар. Бұл қаннан шықпайды, УЗИдан шықпайды. Начинающийді айтам. Осының салдарынан да аденома деген рак өте көп. Емделу де дәл сол ғой. Егер де сіз бір рет таза мынан емдесеңіз, мен айтқандай дұрыс емдесеңіз, бұл сізде не только қыста қысымен 18 жылсыз қайталанбайды, осыны біліңіз. Және мен айтқандай мынан дұрыс емдеңізші. Аға, сіз бар ғой, 90 ауруды жеңесіз. 90 дерт сіздің артыңызда қалып кетеді. Сол күн бүгін келді, ағалар, жазбай қалу болмасын. WhatsApp-қа қарай өтекші. 8707 417 21 76 суретке түсіріп аламыз, қағаз ручкаға жазып аламыз. Сосын маған қарай WhatsApp-қа қарай өтеміз. Нарық бойынша, Қазақстан бойынша ezger біреу, ezger сертификат. Анандай, мынандай деген сертификатқа сенбеңіз. Ақшаң болса, оның 1000-ын сатып ала берсең болады. Мынау ezger бұл ақшаға сатып алу мүмкін емес. Нарықта біреу. Ол берілген тек қана ер қуат өніміне. Сіз бүгін осы өнімнің нарыққа шығуына 6 жыл уақыт болды. Соның құрметіне ұйымдастырылып жатырған халал жолмен аласыз. Халал жол бірнеше жылға қарызға, бірнеше сыйлық есіңізден есіңізге дейін жеткізіліп беруменен аласыздар. Ішіп, емделіп болғаннан кейін барып, тиындап отырып, бірнеше жылдың ішінде төлемін төлеп берсеңіз болды. Сол үшін, мынау закрепке номер шығарып отырмын, қайта-қайта 8707 417 21 76. Дәл осы номерге маған дәл қазір WhatsApp-қа жазыңыз. 3-4 сұрақ беріп, сіз емделіп шығатын дозаңыз тағайындап берем. Өйткені өте көп кісілер маған келеді да бүйтіп айтады: Ләйла ханым дейді, мен сіз танимын, керемет урологсыз дейді да. Менде простатит бар дейді. Мен сұраймын ғой, қандай десем, өзі білмейді қандай екен. Простатит деген бұл бір ғана ауру, бір ғана диагноз, бір ғана дерт емес, бұл топ-топқа бөлінеді. Мен анықтаймын, бірінші жасыңызды білем. Жасыңызға қарай аталық без қатты ма, жұмсақ па анықтаймыз. Сосын білуім керек, әйеліңіз бар ма, жоқ па? Ісікті ұрықпен шығаратын түрін берем, немесе зәрмен шығаратын түрін берем. Сосын білуім керек, данный уақыт сол жақ жұмыртқаңыз ауыра ма? Может, сіз аденома простатитке өтіп баратқан шығарсыз. Құдай сақтасын, е? Сосын білуім керек, арнайы тұрып түнде дәретке шығасыз ба? Жылына 2 рет шығатын геморрой бар ма? Сіздегі простатит начинающий хронический, немесе острый хронический анықтаймыз. Сосын білуім керек, екі жұмыртқаның біреуінен біреу кішірейіп, үлкейіп кетті ма, без бар ма? Может, сізде варикоцелияң белгісі бар шығар. Даже мен білуім керек, сіздің соңғы балаңыздың жасына дейін, яғни ұрық сапа сізде туа бітті 0%, немесе қандай да бір аурудың салдарынан түсіп кеткен ұрық сапа бар ма? Яғни өзіңіз сатып алған ауруыңыз бар ма? Осының бәрін анықтаймыз. Сол үшін WhatsApp-қа қарай өтеміз. 8707 417 21 76 суретке түсіріп аламыз, қағаз ручкаға жазып аламыз. Сосын дәл қазір маған WhatsApp-қа қарай өтеміз. Жақында кірген кісілер WhatsApp номер 8707 417 21 76 номеріне WhatsApp-қа өтеміз.
қараңыздар, простата, мен жаңа айттым, начинающий. Кез келген ер кісіде болады. Екі аяқпен қарды басқан. Қазақстанда тұратын, қыс болатын өңірдің бәрінде тұратын ер кісіде начинающий простата болады. Аға, начинающий кезден бастап емдеңіз. Начинающий бұл қаннан шықпайды, УЗИдан шықпайды. Бар екенін бойдан қалай анықтайсыз? Мен қазір 4 симптомын атайым. Біреу болмаса біреу сіздің бойыңызда болатын болса, мен WhatsApp-қа шығарып отырған номерге маған қарай өте беріңіздер. Келістік па? Ал кеттік атаймыз. Ең бірінші симптомы начинающий простатит, бұл қаннан шықпайды, УЗИдан шықпайды. Бар екенін бойдан қалай анықтайсыз? Бірінші симптомы бұл ұрық сапа. Яғни ұрық сапа сізде туа бітті 0% болып дүниеге келген жоқсыз. Өзіңнен ұрық сапаның төмен түсіп кетуін анықтадыңыз. Демек, сіз біліңіз, сізде простатит бар. Осының салдарынан сізде ұрық сапа төмен түсіп тұр. Ойбай, мен ұрығым төмен түсіп кетті, бұны көтерем деп неше түрлі витамин, химикат ішудің қажеті жоқ. Ұрық сапа көтеріледі, қайттан түсіп қалады. Немесе көтерілмей қалады. Не үшін? Себебі дерт мынада ғой. Сіз емдейсіз простатитті. Ұрық сапа сізде 99%-ға дейін өздігінен өзі көтеріледі. Түсінікті, иә? Бұл бірінші симптом. Енді екінші симптомын атаймыз. Начинающий простатит бойда бар екенін қалай анықтайсыз? Қаннан шықпайды, УЗИдан шықпайды. Екінші симптомы, оны былай түсіндірем. Мына бүйрек, Құдай сақтасын, жақын арада қатты соққыға ұрып алған жоқсыз. Тұқымнан келген дерт жоқ. Мынау тағы не дейміз? Жақын арада қатты ұрып алған жоқсыз, иә? Но сіздің бүйрегіңіз ауыра ма? Сіз біліңіз, сізде начинающий простата бар. Екі аяқтан суық өтті, аталық без ісінді. Простатит келді ма? Мынау қуық больді никогда өзіне алмайды. Простата келді, бұл ең бірінші больді береді бүйрекке. Туа бітті дерт жоқ, тұқымнан келген дерт жоқ. Но бүйрек ауырады, құм, тұз, инфекция, воспаление анықталды ма? Демек, сіз біліңіз, сізде простатит бар. Осының салдарынан сізде бүйрек ауырып тұр. Демек, сіз емдейсіз простатитті, бүйрек дертінен сіз түбегейлі таза айығасыз. Түсінікті, иә? Бұл екінші симптом. Енді үшінші симптомын атаймыз. Начинающий простатит бойда бар екенін қалай анықтайсыз? Қаннан шықпайды, УЗИдан шықпайды. Үшінші симптомы, қараңыз. Возрастной деген ұғым болады. Ол қай кезде болады? 69 жастан кейін барып болады. 69 жасқа дейін, егерде мен сізге айтып отырған начинающий простата сізде болған жағдайда ғана сізде тез бітіру болады. Ал егерде сізде простатит жоқ, аталық без нормада, дәрет ұрық канал ашық. Сіз бар ғой, хоть 69 жаста болыңыз, немесе 19 жаста болыңыз, бірінші түнгі аламанда сіз 5 минут болу керек едіңіз. Ал егерде мен айтып отырған начинающий простатит сізде бар ма? Сіз хоть 69-да бол, 21 жаста бол, бірінші түнгі аламанда 1 минуттың ішінде, 1-2 минут үйкегенде салқын сұйық ұрықтың бойдан атып шығып кетуі сізде болады. Яғни тез бітіру, салқын сұйық ұрық сіздің бойыңыздан шығып тұр ма? Демек, не деген сөз? Сіздің бойыңыздан 50%-дан төмен ұрық сапа шығып тұр. Әйел адам қай кезде көтереді? 67 жоғары ұрықтан көтереді. 50% ұрықпен көтеріп алу мүмкін, но түсік тастауы әбден мүмкін. Яғни кімде простатит бар? Демек, бұл кісіде плюс екінші топтық бедеулік міндетті түрде болады. Түсінікті ма? Бұл үшінші симптом. Мен үш симптомын атадым. Тағы қайталайын. Ұрық сапаның кенеттен түсіп кетуі, бүйректің ауруы, салқын сұйық ұрықтың бойдан атып шығып кетуі. Осы үш симптомның біреу болмаса біреу сіздің бойыңызда болса, аға, сізде начинающий простата бар. Мен закрепке номер шығарып отырмын. 877-417-21-76 номеріне маған WhatsApp-қа өте беріңіз. Енді төртінші симптомын атаймыз. Төртінші симптомы былай түсіндірем. Қараңыз. Мынау адам, иә? Адамның органында екі орган өте мықты болады. Бірінші орган ол адамның сүйегі. Екінші орган ол адамның тісі. Мынау сүйек, тіс деген орган до сондай мықты орган, шіруі де қиын ғой. Осын никогда ұмытпаңыз. Мынау бел, Құдай сақтасын, кілт еткізіп сындырып алмағанша, ауыр көтеріп майыстырып алмағанша, бел жайдан жай өзі ауырмау керек. Ең жақын орган не көріп отырсыз? Простатит. Мынаған қабынып ісіну келді ма? Бұл больді береді белге. Екі аяқтан суық өтті, аталық безі сынды. Сізге начинающий простата келді ма? Мына қуық сыздап, сырқау, шаншу деген больді никогда өзіне алмайды. Бұл ең бірінші больді береді бүйрекке. Себебі, мына суретке қараңыздаршы, не байқадыңыз? Простатит, бел, бүйрек екеуін жалғап тұрған канал. Не деген сөз? Өте тығыз связанный орган. Беліңіз ауыра ма? Сіз емдейсіз простатитті.
бүйректе құм, тұз, тас, инфекция, воспаление анықталды ма, сіз емдейсіз простатитті. Екі дерттен сіз түбегейлі таза айығады екенсіз. Түсінікті, иә? Мен осы жоғарыда атаған 4 симптомның біреу болмаса, біреу сіздің бойыңызда болатын болса, аға, мен закрепке шығарып отырған номерге маған қарай өтіңіз, WhatsApp-қа жазыңыз. Демек, сізде простатит бар. Мынаны начинающий кезден бастап емдеңіздер. Сол күн бүгін келді, ағалар, жазбай қалу болмасын, WhatsApp номерге өтеміз. 877 417 2176. Суретке түсіріп алыңыздар, қағаз ручкаға жазып аламыз, сосын маған қарай WhatsApp-қа қарай өтеміз. Простатитті дұрыс емдейді. Нарықта бір езгер, мынаған берілген. Бүкіл организмді қосып тұрып, ауру неден пайда болды? Басынан бастап емдейтін бүкіл ингредиент бар. Сол үшін де өмірлік доза деп атайды. Мен осының основатель Лейла Алпысбай шығып сөйлеп отырмын. 6 жылда бір келетін мереке. Күні кеше 7000 адамға тараттық. Санаулы орын бар. Алматы уақытысы 12-ге дейін сізде мына екінші жүректің қақсын беруге үлгересіздер. Яғни бірнеше жылға қарызға бірнеше сыйлық жеткізіліп беруменен